Assalamualaikum. Амансыздар ма? Енді бүгін бізде 28 наурыз сенбі күн. Құда қаласа мен өзімде төсеніп те қалдым ау деймін. Біреулер айтады маған, түрің онша емес дейді. Енді мен түрім бірдеңке қылатын, үйленейін деп жатқан жоқпын, болмаса басқа қылайын деп жатқан жоқпын. Түрім болса, не істеймін енді. Біреулер айтады, бір жақын өзім бір аса көп былай орнымен сыйлайтын інім айтады. Нең басында ортасың, сенің ешқандай өтпейді. Не дейді жаңағы? Чипити дей ма, бірдеңке деген чат бар. Қазір ешкім кер жоқ. Содан сұрай салады дейді. Айналайын інім ол. Мен саған айттым ғой, заңға, чипитиңа, басқаңа мен қатысым жоқ. Менің әңгімемнен бір адам соған түсінсе, егер де соның басына түссе, еңбек қатынастары бойынша, басқа жазатайым оқиғалар бойынша, сонда сол жігітке, менің сол кісіге пайдасы тисе мен әңгімем, онда менің ондыққа тигенім. Маған сенің CPT, между прочим, CPT дегенің біздің қазақ тілін жоғары деңгейге шығарады. Мен басымда өткенді айтам. Мен ақылды емеспін, саған методикасын айтпаймын. Мен мысалы орысша білмеймін. Орысша тіпті білмейтін едім жұмысқа тұрған кезде. Содан кейін мен мұғалім жалдап оқыдым. Мен тіпті тегі мектепте тегі мынау падеж, склонение дегенді мен вообще қақпаппын, түсінбеппін. Мен Райгүл деген әкпейім болған, Қатима деген әкпейім болған. Өкпелім мен тегі не қылса, оқытқан жоқ мен. Оқытқан жоқ. Бүкіл мектеп мұғалім өкпелей берсін. Орысша боқ білмей кеттім бұл. Соны мен оқыдым. Қазір қалай? Қазір мені жаңағы айтқан сайт бойынша аласында примерно салып көзі бересің, саған туралап шығарады. Ойыңнан шықпаса тағы түзейсің, қайттан не қыласың? Мына госслужащийлерге осы рахат болды мына. Бірақ та естеріңізде болсын. Әр нәрсе жүректен шығу керек, жүректен. Шын ниеттен, шын көңілден шығу керек. Әйтпесе оның берекесі де, бағы да, іштеңкесі де болмайды. Мен бір құрдасым жазыпты, біздің заң Европаға сәйкес пе екен, жоқ Шынтасов мырзаның өзінің заңы бар ма деп. Шынтасов мырзаның өзінің заңы бар. Ол кісінің заңы былай, бауырым. Әйтеуір көмектесу ғой біреуге. Баяғыда сен екеуміз Мұхтар Шахановтың өлеңін кітабын оқыдық қой жас кезімізде. Сол кезде Мұхтар Шаханов айтады, Шамшы Қалдаяқов екеуміз дейді ау деймін. Күніге, Шамшының кітабында ма? Күніге бір адамға көмектесу керек. Әйтеуір біреудің жолдан өтемей тұрған әйелдің жаңағы сумкасын көтеріп жіберу керек, автобустан түсіріп жіберу керек. Әйтеуір мақсатымыз біреуге көмектесу дейді да. Сол сияқты менің де мақсатым заңды бұзбай біреуге көмектесу. Ал Европада тұрған адамын, сіз жақсы білесіз. 6 ай тұрғам. Сөйірде мен жұмыс істегем. Сөйірде мен анау біздің Крупскиядағы Сыпыту сияқтының обществосында тұрып, сол балаларменен, солармен общаться етіп, 2 немістің үйінде тұрған мен. Суын ішкем, тамағын ішкем. Мен ол туралы келем, айтам. Содан бері қарай мен ауылды құрды көріп деп жүрген. Ол туралы айтам бүгін пока. Сіздер мен ойламаңыздар, мына өзінің темасынан, еңбекті қорғаудан, өнеркәсіптік қауіпсіздіктен айнып кетіп бара жатыр деп. Жоқ, мен айнымаймын. Просто адам сені адам деп, мынаған деп, сұрақ қойғаннан кейін, жазғаннан кейін жауап беру керек та. Оған енді әрине ол не болса жарты сағат отырып жауап беруге болады. Мен ойлаймын, мен жарты сағат жетеді ғой деп. Өйткені сонамен сонаға шұғылсам уақыт аз болады екен қой. Әңгімеге көшейін. Бір жолы менде мынандай оқиға болды. Айтпақшы, Ғабит Мүсіреповтің мынандай сөзі бар.
Асқар Сүлейменовтің кітабына байланысты айтқан. Азғантай оймен дейді, азғантай сөзбен көп ойға жетелесе, сол қолымызда келмей жатыр. Асқар Сүлеймен соны меңгерген адам деген, енді точносын айта алмаймын. Керек болса, шефетиіңізден ала саласыз. Сондықтан мен де кейбір нәрселерді сәл-сәл бүйтіп айтып көрейін енді. Бола ма, болмай ма? Арқада Бекбауатадан кейін Ақшатаумен ортада Керней бабаның кесенесінің тұсында бір рудник бар. Сол рудниктің айналасында 2-3 не бар. Ол біздегі деймін, Қызылоктябрь, Курбская, Қаракемер сияқты тұрмайды орада. Бір ауыл мен бір ауылдың ортасы Қызылоктябрь мен Ұланбелдей ғой, короче. Сондай кеңестегі ойықтай деп қояқшы ұрғанда. Сондай расстояниеде. Соны айналасында 3 ауыл бар, 3 ауыл. Сол 3 ауылдың адамы сол жерде жұмыс істейді. Оның рудаларын ағадырға апарып мәшінеменен Челябинскіге жібереді. Бұрын шведтерге жіберген, орыстарға қазір мүмкін хозяин ауысып кетпей, менің көрген кезімде. Сол рудникте сол ауылдың адамдары жұмыс істейді. 3 ауыл вақыты жоқ ол жерде. Енді турасы білмейді екен, әйтеуір сол жерде жұмыс істейді. Сол ауылдың, сол елдің құрметті азаматы, облыстың құрметті азаматы, шет ауданның құрметті азаматы маған мынандай задание берді. Задание емес қой енді, бірақ та 3 адам арақ ішкен ғой ана жерде. Арақ ішкен, оның біреуі қарауыл, біреуі әйел кісі. Әйел кісі примерно менің жасымда, менен үлкен де болуы мүмкін. Анау 2 жүгірмек біреу арақ алып келген, әйел кісі ана жерде қарауыл, бір проходнойда да, сонымен сөйерде отыратты арақ ішеді. Ұмытыңқырақ қап мен, мүмкін еркек қарауыл, әйел техничка ма, сондай осы 3 адам арақ ішеді. 3 адам арақ ішеді. Соның кейін енді арақ ішіп жатыр деп айтатындар бұрында да болған, қазір де бар, жүгіріп барып айтады ғой. Олардың өздерінікі де дұрыс емес. Бір рудыққа ішіп қоя салмай ма? Екіншісін ішеді. Сонымен жүгіріп барып айтады, соның кейін үлкен бастықтардың біреуі келіп, күзетшілерді әкеп ұстайды. Ой деп. Ұстайды да жұмыстан шығарып жібереді адамдар. Жұмыстан шығарып кетеді. Сонымен енді олар не істейді енді? Басқа әйел кісінің 2 баласы бар. Асыраушысы жоқ. Ана екеуінің де жағдайы белгілі. Үшеуі непосредственно технологиялық процеске қатысы жоқ адамдар өтер. Жаңағы не дейді андай? Аула тазалаушы, дворник дейді ғой. Сол, қарауыл, жаңағы еден жуушы деген сияқты кісілер. Үшеуін алаттанылар ғой деп жібереді болды. Үшеуі қалады нәпақасыз. Сонымен жаңағы өздерінің жаңағы көкелерін айтады. Көке осылайды. Ол көке болу үшін жасы үлкен болу мақсатты емес қой. Біреуінің несі шығар, біреуінің шығар. Ол кісі маған айтады. Әскербек мыналар не істейсің дейді. Сен енді еңбек инспекторсың, не істейсің мыналар дейді. Содан олардан сұрайын, қанша мен айтамын, енді ашық айтыңдар, мен сіздерге көмектесем деймін. Содан олар айтады, біз бір бутылка арақты мынау әкелді дейді. Қайсы әкелді мынау әкелді. Содан кейін не істедіңдер? 10 ішіп алды, онан кейін 2 бутылка мынау әкелді дейді. Сөйтіп жаңа 2 жүгірмек жаңа апасын не қойған ғой, арақ көрген ғой. Сонымен мен арыз алып алам олардан. Арыз алып аламын да сәті түскен күні барам. Барамда жаңағы генеральный директоріне кірем, айтам, осындай арызбен келдім деймін. Ол кісі маған айтады, ол кісі ол жердің несі емес. Жергілікті емес. Жергілікті болса, ана шығармас еді ғой, ол өзінің ағайын туысқан жұмыстан. Жергілікті емес, ана шығарып жіберді. Жалпы мен ойлаймын, осы үлкен бастықтар
әкімдер жергілікті жерде болған дұрыс деп ше. Қанша дегенмен біз енді ол соғыс не жағында қалған емеспіз ғой. Еліміз ол бейбітшілік. Соныменен жаңағы жерде шығарат жұмыстан соның кейін мен енді ана кісіні айландырамын. Енді келіскім келеді да, көке мынау былай жағдай, мыналар енді ауқаты жоқ, социальный защита деген бар, жаңағы социальный ответственность бизнесі деген бар, бұның бәрі қорғау керек, бұлар қаяққа барады, қалаға барғанда не істейді, болмаса басқа бір ауылға көшкенде не істейді, өшердің келіні, өшердің баласы, өшерде нәпақасын тауып отыр, өшерде жұмыс істесін деймін ғой енді. Не қарақшы дейді, дұрыс, заңды, ол кісінікі заңды, заң. Содан көмектесу керек. Содан былай сөйлесем, көнбейді маған. Көнбегеннен кейін мен енді аналарға көмектесем деп қойдым. Содан кейін енді бір нәрселерді айтайын мен сізге де. Арызда не жазылды, инспектор тұруда соны ғана тексереді. Не былай ауытқып кетпейді. Егер ол плановый проверка болса, анадан мынадан жұмбалай береді ғой. Анада анау арызда не жазылды, соның айналасында ұру керек қой. Ол арызды да өзім жаздырған ғой, диктовать етіп отыр. Енді көмектесу керек адамға. Соныменен ненің заключениесі бар ғой жаңағы, фу дейтіннің. Алкотестер. Барып, медиктің кабинетін тексерем ғой. Енді алкотест қой заключение. Тексерем, содан алкотест соответствующий неден өтпеген. Белгілі бір кезде, белгілі бір уақытта неден өттіру керек қой жаңағы. Не деуші еді оны? Әйтеуір тексеруден өтіп тұру керек. Проверка дейді. Содан өтіп тұру керек. Содан кейін оның аттестациясы болу керек, сертификаты болу керек. Жаңағы сол медпункттың тоже немене сертификат емес андай. Жұмыс істеуге рұқсат беретін бір қағаз бар ма, оны қалай деп айтады. Вот сондай қағаздары болу керек, оның бәрі жоқ. Кейбіреулері бар, срок өтіп кеткен. Болды ғой енді. Бір ұстағаннан кейін азырамаймыз ғой. Айналдырып келем. Сөйдегі местный адамдар бар, бастық болған. Бірінші бастық болмаса да, зам, орта бастықтар. Солармен сөйлесем, ана кісілердің жағдайын білем, отбасын сұрайым. Мақсат қоям, мынаға мен көмектесуім керек. Сонымен алып алдым. Вокруг айландыра берем ғой анау. Арасында әңгімені айтып қояйын. Шамшығалдаяқ Тамдыға барып келіп, Қадыр Мырзалиев ағасын айтады ғой енді. Ой, інісі ғой. Інісін айтады, маған мынандай өлең жазып бер, Тамды деген жер бар, сөйірде шашы мынандай қыз бар, келіншек бар дейді, сөйірде етін жедім, арағын ішінде айтқан шығар енді. Содан анау айтады, көке, өзің бардың, өзің қызығын көрдің, өзің етін жедің, мен не қатысым бар дейді ғой. Қадыр Мырзалиевтің өзінің аузынан естігенім, немесе оқығаным. Содан Қадыр Мырзалиев айтады анауға. Солай деп, анау айтады, мен білмеймін ғой, Тамдыда болған жоқпын ғой дейді. Қызығын сіз көресіз, мен неге оны қайдан жазам дейді. Сол кезде ана кісі айтады, преферанс ойнайтын қағаз жатыр екен дейді. Мынандай қағаз ғой енді. Алды да дейді, мінерде бұлақ, мінерде анау, мінерде мынау деп жазды да берді маған дейді. Ана қағазды алдым да кеттім, троллейбуспен келе жатырмын дейді. Келе жатқандай жаңағы бір сөз есіме түсті дейді ғой. Жаңағы бұрынмын Мыңбұлақта, мерді Мыңбұлақ деп жүрген ғой жаңағы, Тамды деп. Мыңбұлақта жуған ауыр ма қалай? Бәрі айтпасам оқып аласыздар ғой. Мыңбұлақта жуған ауыр
жұғылған ару өзің жаңағы Мыңбұлақтайсың дегендей ғой, дәл есіме түспей ғаны қаршы. Бұрынғы Мыңбұлақта жұғылған ауыр, өзің Мыңбұлақтайсың деген ба, сондай бірдеңке сөзі бар ғой. Сон Қадыр Мырза, мен айтайын деген Қадыр Мырза айтады да, сон келді мен арғы айландырам ғой, болды ғой дейді. Сол айтқандай мынау инспекторға да солай ғой. Бір ұстап алды ма бірден засекті, болды ғой, соны айландырып, көбейтіп жібереміз ғой. Сонымен айландырып, көбейтіп, ертеңіне сол күні қонам, сол күні ертеңіне кірем генеральный директорге. Айтам, көке осылай, мен предписание берем. Сіз осылай, соңынан айтам, мен ұятқа қалам ғой дейді. Өз жаңадан болған екен, өзі үлкен кісі екен. Мен ұятқа қалам дейді. Енді қандай бұның басқа жол? Сен енді дұрыс ой жетпегенсің. Мынаны восстановить деп жазам, сіз сотқа бересіз. Мен сотта ұтамын оны деймін. Мынандай ол, сіз арақсыз деген голословный сөзге ешкім сенбейді. Экспертиза жоқ. Экспертиза бармағанда да ана устаревший оборудование туда-сюда деп келтірем, әйтеуір аспан төндірем. Сол ана шарасыздан не істеймін дейді ғой, қалай істеймін дейді. Мен өзім, сен жазсаң тағы да мынандай болады дейді. Соны мен айтам. Мен ана кісілермен келістім дейді, бір күн бұрын келісіп қойған ғой. Согласительный комиссия құрамыз. Жарты работник, жартысы работодатель комиссия құрамыз да, соның шешімін шығарамыз. Ал согласительный комиссияның шешімі соттың решениесі сияқты орындалуға тиісті бол. Заңда солай. Пунктін ұмытып қалдым қазір. Соныменен пақ дейді, согласительный комиссияны ал өзің құр дейді. Сонымен аналарға арыз жаздырам генералдың атына, жаңа бізді мынамен біз келіспейміз деген. Ол кісі резолюция қойып береді, согласительный комиссияда қараңдар дейді. Ол бәрін өзім жүгіріп жүрмін. Анан генералға кірем, резолюция жазып бер деймін, согласительный комиссия құрылсын деп. Согласительный комиссияны жаңағы өзім жақты приказын дайындап қойғам, жүгіріп анаға барам, аналарға барам, аналар қорқады генералды. Мен өзім көріп шығам деймін. Согласительный комиссияның жаңағы мүшелерін ара қайтадан анаған кірем, не қыл дейді. Заранее дайындап қойған решение бар. Анау дұрыс болмаған, анау болмаған, мынау болмаған, адамдарды необходимо восстановить деп. Сонымен анаған барам, ана восстановить етеді. Міне. Заңды өгіз өлген жоқ, арба сынған жоқ, адамға көмектесу деген мырзалар осылай болады. Енді мен ертең тағы арақ туралы, кеше де арақ туралы айтып едім. Баяғыда бір дасақтың бастығы болған орыс тілді кісі сол айтады, ой, мен елдің бәрі ананы пайдаланып жатыр, мынаны пайдаланып жатыр. Бізде елімізде мына құмда жүретін мәшине бар, бізде пайдаланайық дейді ғой. Сонан мен бір досым орынбасары, ол бір досқа айтады, анау дос сол мәшине осы аренда қалады, сол келсін дейді. Аренда қалатын бол, пәлен ақшаға дейді, анау келсін дейді, келеді. Ал не істейсің, біз саған мәшинені бердік дейді ғой. Арендаға дейді. Сөйтсе анау айтады, спиртзаводтан арақ аламын, құмға барамын, 2 бутылкаға бір қойды айырып бастаймын, қайтып келемін, сатамын, қайтадан арақ аламын, қайтадан құмға барамын деп. Жарайды деп шығарыпсам жаңағы. Забыз шақырып айтады дейді. Анау сенің бизнесмен ба, қойшы ба деп. Сол айтқанда мендікі де бәрі арақ туралы болып кетті ме, мүмкін білмеймін. Енді жұмыс бойынша болған оқиғалар, кім мемендегі сонымен тіресіп спорт етемізсе, архивте сақталған документтер оның бір сақталады ғой. Содан осындай атым шығып қалған, әнеуінгі антимонополисттердің несі бар, тергеп тексеруі бар. Содан бір күні бір жас әйел келеді. Сізге осылай келіп ойбай кел айналайын. Мен осылай күйеуім менің не балды дейді андай, не дейді. Осы жазатайым оқиғаға түсіп, коляска отырып қойған. Белгі еткен ғой бел. 2-ші этаждан ба, 3-ші этаждан ба құлаған, 3-ші этаждан 2-ші этажға құлаған. Сонымен күйеу соны арақ ішті деп, не связано с производством жасаған. Сонымен мен
Ben jarayt dep tömөнгө түшөm. Ayelmen emес жаңа кисимен кадашпен сөйлесем, сұрайым, бәрін айтам да, сен таза айт, мен де таза айтам деймін ғой. Соңын олар кешке таман жұмысқа келгенін, жаңағы үш адамның бір бутылка ішкенін түнде айтады енді. Енді ананың бәрі жағдайын бәрін көріп тұрып, арақ ішкен ішті бірақ көмектесу керек. Содан мен нені көрейін деймін ғой, актыны. Актыны алам, актыны көрем деймін. Ары бері қарайым да адаға қайтадан түсемді айтам. Сіз арыз жазыңыз, мен көмектесуге тырысам, егер де мен көмектесе алмасам, өкпелемейсіз. Сонымен ана кісі арыз жазып, Шондақа жаңағы не болды, мұндай болды, келіспедім, арақ ішті деді, мен арақ ішкен жоқпын дейді ғой енді. Соныменен мен аламында ананы былай жазам. Заключение ғой менікі. Анау актыге енді главный инспектор заключение жазады. Акты дұрыс толтырылмаған деп та. Сондықтан ол былай жаңағы, былай деп. Связи с производством 80-20% қойып берем, 90-10 білмем екеу. Абайламады грубый неосторожность деген бәле бар. Сол грубый неосторожность жазып, сол 30% қойдым деймін өзіне. Арақ туралы әңгіме жоқ. Содан мен айтам, мен жазам тойыз. Обстоятельства дейді ғой жаңағы. Өзі ол тергеп тексеру актысы, характеристика дейді. Характеристика деген жерінде мынау деген осындай мекеме, осындай нәрсемен айналысады, сондақа дегендер жазылады. Содан кейін жаңағы не дейді? Обстоятельства дейді. Обстоятельствада мынандай болған, мынандай болғанда мынандай болған дейді. Содан кейін жаңағы өзі ұмытып та қалыппын ғой. Коренные причины дейді. Основной причина дейміз, коренной причина дейді. Солардың бәрін выявлять ету керек. Содан кейін барып қандай мероприятие жасау керек, чтобы не допустить вот такие деп. Өз 5-6 пункты бар өзі. Раздел дейміз, бөлім дейміз. Содан анаған жазам мен. Акты дұрыс толтырылмаған. Обстоятельства вообще отсутствуют. Почему? Потому что кешкі сағат 6-да адам жұмысқа келді. Сау ма? Сау. Жұмысқа берілді ма? Берілді. Нарядты тапсырмасы берілді ма? Берілді. Адам арақ ішпеген ба? Арақ ішпеген. Опять же, внутренний контроль жоқ, анау. Главный ұстап алу керек қой. Берді менің ақтыды ұстап алғаным, жаңа Қадыр Мырзалиев айтқандай, бір жерін ұстап алу керек қой, бітті ғой. Содан бұл жерде мен ұстап алған жерім обстоятельства, да, освещение, свет. Болды ма, болмады ма? Болса қандай жағдайда болды? Жазылмаған. Содан кейін перегородка болды ма, болмады ма? Жазылмаған. Ана сигнальный лента деген болады. Ол ілінді ма, ілінбеді ма, жазылмаған. Содан кейін жаңағы, енді ол акты жасайтын болсаң, жаңағы бүкіл инструктажын анаусын тексеруге болады ғой. Амнандар тек қана заключение ғой. Осыны ұстап қалдым ғой мен, осы жерінде қаттымда қалдым. Қатты ұстап алдым, енді қалғаны айландырып, мынау келістіреміз ғой. Қосамыз, аламыз. Соныменен жаңағыны ұрғаннан жаздым. Жоқ, свет жоқ, ограждение жоқ. Арақ туралы бір сөз жоқ қой, арақ туралы бір сөз жоқ. Содан сот болады.
кей кезде ақымақ та болсауға болады енді адамға көмектесу үшін да. Жайлап өтірікті айтуға, жалпы біреуге көмектесу үшін өтірік айтқан күнә емес дейді ғой. Содан алабында жазып берем, ол анаған береді, работодательге береді ғой, работодательге тоже жібересің, милицияға жібересің, прокурорға, анаған жібересің. Содан кейін сотқа береді ғой, сотқа. Сот болады. Сот болғанда мен бір қызыққаным Қарағандыда соттар жұмысшылар жағын қорғайды. Қанша деген жұмысшы қаласы ол. Бастықтарға шілей неғытпейді, бұрмайды работодатель. Жұмысшыларға қарай бұрады. Кармет комбинатта мысалы, бұл кезде Арселор деп аталушы еді ғой. Целый институт отырған нелер, юристер, бывший соттар, прокурорлар, адвокаттар, ойға сұмдық енді. Айлықтарын беріп отырып қойған. Қазақмыста тоже целый институт отыр. Олармен соттасу, олармен нерві деген өте қиын ол. Жаңағы бір фактіні ұстап қап, содан ажырамай қалмасаң, бұлай сөз таластырам деді ғой, болды өлді. Содан ұстап қалдық, содан ой соттан олар енді адвокаттар, бұл енді Қазақмыс емес, Арселор емес, жай мекеме ғой, строительный. Бір какой-то бір. Сонымен сотқа бардық, мынау сонымен маған жаңағы обоснуй дейді ғой. Соның көзі мен айтам ғой, сот мырза, сіз өзіңіз де құлап қалуыңыз мүмкін ғой. Мен де құлап қалуым мүмкін ғой. Ограждение жоқ. Болды, болмады, оны ешкім білмейді. Мен актіге қарап жаздым. Мен өзірге барған жоқпын. Обследование жасаған жоқпын. Міне акті былай жасауы керек еді. Сондықтан былай болады деп жаздым дедім. Сонымен сот мені поддержал. Ой, ана кісілер қуанып айналайын деп. Міне адамға көмектесу. Жаңағы інімнің, мен жаңағы досымның сұрағына жауап бердім ғой деймін. И өзімнің де темамнан ауытқып кеткен жоқпын. Енді бұл келесі жолы енді арақ туралы айтпаймын. Келесі жолы басқа мәселелерді айтамын. Осылай мәселелер, осындай жағдайлар. Мені көріп, ешкім көріп отырған жоқ деймін, мені көрмейді де ешкім. Ал енді жаңағыдай көріп отырған кісілер болса, біреулер бірдеңке деп жазғандарға мен үлкен рахметімді айтам. Оны енді мен білмеймін, қалай рахмет айтам. Бірақ та бүйтіп сөйлесіп, неғып отқан мынау эфирде қызық сияқты. Мен енді не ғой, бұлай ғой жігіттер. Кіммен кімнің үйленгенін, кіммен кімнің құда болғанын маған оның кері жоқ. Болмаса бір жерде бір шулап атады ғой интернетте, телевизорда. Маған оның кері жоқ. Меніңкі уағыз емес, заңды талқат ету емес, біреумен біреуді шағыстыру емес. Менің әңгімем біреуге сәл ғана өзін қорғауға, өзін жаңағы жаңағыдай құқығын қорғауға сәл де болса сәулесі түссе, қайталап айтамын, ол менің әңгімемнің ондыққа тигені. Жақсы, сау болыңыздар. Ертең сағат 1-ден 10 минут кеткенде жалғастырам. Жалпы қатысыңыздар, қызық болайын деп тұр енді арада. Жақсы, сау болыңыздар, эфирде күтемін.